Балалар, көңіл-күйіміз қалай? Көңіл-күйіміз. Онда осындай күшті көңіл-күймен сабағымызды бастаймыз балалар. Сабақта қандай отырамыз? Тыңдаймыз, бір-бірімізді сыйлаймыз, уақыттарымызды үнемді пайдаланамыз. Және жұмыс істеген кезде шапшаңдықпен жұмыс істейтін боламыз. Келістік па? Келістік. Балалар, ал сендер түстерді білесіңдер ме? Білеміз. Кім қандай түстерді біледі? Айта қойыңдаршы. Нұрали, қызыл. Қандай түсті ұнатасың? Қызыл сары және сары ма? Қызыл сары. Айзере, қандай түсті ұнатасың? Мадия, қандай түсті ұнатасың? Жасыл. Айша, қандай түсті? Көк. Ақнұр, қандай түсті ұнатасың? Сары. Қандай десеңші? Сары. Амина, сен қандай түсті ұнатасың? Күлгін түсті, Әлде десеңші? Көк жасыл. Жасыл, көкші жақсы. Балалар, негізгі біздің сабағымыз, бүгін тақырыбымыз кескіндемей әлемді бейнелеу өнері екен. Балалар, сендер табиғатта жаңбыр жауған мезгілді ұнатасыңдар ма? Жаңбыр қалай жауады? Жаңбыр жауады ма? Жаңбырдан кейін аспанда не шығады? Кемпір қосақ шығады, Кемпір қосақтың неше түсі бар? Кім біледі балалар? 7 түсі бар, Біз қажы түстердің атын атамаймыз. Тек қана нар түстерге ұқсас табиғатта қандай заттарды білесіздер, соны айтамыз. Қандай түс балалар? Қызыл, Қызыл. Қызылды атамаймыз. Түстің атын, бірақ соған ұқсас түстері ұқсайтын заттарды айтамыз. Алма, құлпынай, қарбыз, тағы да не бар? Алма, құлпынай, қызанақ, алма түсше бар. Балалар, мына түстің біз атын атамаймыз. Жай ғана осы түстес заттарды айтамыз. Қандай заттарды білесіңдер? Сабақ, алма, тағы да. Қарбыз, құлпынай, тамаша, тағы да. Анар, өте тамаша. Ал мына түсте қандай заттар бар? Мандарин, апельсин, тамаша. Күн бар, тамаша, аспанда күн. Түсі осындай ма? Тағы қандай заттар бар? Лимон, өте тамаша. Жасыл түсі. Шөп, алма, қияр, өте жасыл шөп, қияр, алма, тамаша. Ал мына түске қандай заттарды білесіңдер? Аспан, аспан. Және біздің туымыздың түсіне түстес екен, балалар. Олай болса балалар, қазір кемпір қосақтың түстерін бәріміз бірге қайталайық. Сәлем достым, бүгін кемпір қосақ түстерімен танысамыз. Түс күлгін, ендісі көкшіл, атын бесіншісі сары түс. Алтыны қызыл сары. Соңғысы қызыл түс. Кемпір қосақ осындай 7 түстен тұрады. Алдыңызда тұрған неде суреттегі кемпір қосақ, кемпір қосақтың неше түсі бар екен? 7 түсі бар екен. Олар бізді түстерді қайталайықшы. Күлгін, көк, көкшіл, жасыл, сары, қызыл. Барлығы 7 түс пе екен? 1, 2, 3, 4,
жаңбыр жауғаннан кейін аспанда ғажайып түстер пайда болады екен. Ал оны кемпірқосақ деп атайды екен. Болса балалар, бәріміз орнымыздан тұрамыз. Көңілімізді сергітіп аламыз. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бір тамаша отырдың өміргеніп, жүзің бал-бұл жадырап, көңілденіп, есігіңе. Өте тамаша балалар, көңілімізді көтеріп алдық па? Олай болса, алдымызда мынандай қағаздар бар ғой, иә? Қолымызда кемпірқосақтың суретін бояймыз. Бірақ біз қаламен жұмыс істемейтін қолымызды не істейміз балалар? Тұрамыз, иә? Олай болса бастайықшы. Бала балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бала балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Олай болса балалар, жұмысымызды бастаймыз. Түрлі түсті қаламдарымызды қолымызға аламыз. Тақтада кемпірқосақтың суреті көрсетілді сіздерге. Енді сол түстерін ритм сақтай отырып бояйтын боламыз, жақсы ма? Дәптер қалам алып, әліптерді танып, жұмбақ әлем сырын ашамыз. Домбыраны қағып, әсем әнге салып,
болып қалдық, иә бала? Бірінші қатарда кім болды? Келіңдер бала. Бірінші қатарда кімдер бояқ болды? Келіңдер, суреттерімді ала келіңдер. Кемпір қосақтар. Ал сендер салғандарын бояй беріңдер. Көрсетіңдерші. Думан, Айшагүл. Думанның да, Айшагүлдің да кемпір қосағы әдемі болыпты, иә? Сондықтан оларды бағалайтын боламыз. Тамаша. Отыра қойыңдар. Үшінші қатарда балалар кім болды суретін салып? Келе қойыңдар. Кім болды? Айжұлдыз болдың ба боя? Қане? Кемпір қосақтарымызды көрсетіп тұрайықшы. Тамаша. Балалар салған кемпір қосақтар ұнады ма? Иә, ұнады, иә. Әдемі олай болса, кемпір қосақтарыңды бағалайтын боламыз. Керемет. Айжұлдыз атыңды жазып қойды, ұмытпа. Материалын жазып па? Тамаша. Қане кемпір? Аслан, өте жақсы, жарайсың. Іңкәр. Тамаша. Атыңды жазып қойдың ба? Айли, сен бұлттан бояуға қой. Жақсы. Отырып бұлттарыңды бояп, бірақ кемпір қосағыңыз әдемі болыпты. Аяғына кемпір қосағың өте тамаша, жарайсың. Амина, өте тамаша. Ол Амина кемпір қосақтың жанына күндерді сал, безендіріп қойыпты, иә? Өте тамаша. Келіңдер бала, отыра қойыңдар. Үшінші қатар балалар болдыңдар ма? Болдық па? Болсаңдар келіңдер, суреттерді алып келіңдер. Келіңдер бол, келе ғой. Және аяқтай ғой, сосын бойып бағалайтын боламыз. Қанеке бағымыз? Көрсетейікші суретімізді. Балалар үшінші қатардан балалардың салған суретін ұлады ма? Күшті ма? Күштері әдемі шығыпты, иә? Өте аша. Отақ Айзелі. Қанеке Айзелені? Жақсы. Жарайсың. Кел санаян кемпір қосағы да әдем болыпты. Тек мына бұлттарыңды тағы да әдемді бояп жүрген, жарай ма? Жарайсың санаян. Нұрали бірінші болып аяқтады, иә Нұрали? Нұралидің кемпір қосағын көріп па? Әдемі екен ба? Әдемі ба? Өте тамаша. Түстері де ұқыпты. Кел Нұрбол. Өте жақсы, тамаша. Жарайсың. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Егер ұнаған болса, мынандай белгі. Егер ұнамаса, қолыңызды былай жасайтын боламыз. Ал сабақ ұнады ма көрсетейікші. Олай болса балалар, осы сабақта сендерге де шапшаңдық танытқандар үшін, сұрақтарға дұрыс, әрі жылдам жауап бергендер үшін, жақсы жұмыс істегендер үшін, мен де сендерге алғысымды айтып, осындай белгілерді көрсететін боламын. Жарайсыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды.